Қайырлы күн. Бүгін сіздерге қызылшадан жасалған салатты жасап көрсетемін. Өзі тез дайындалады, денсаулыққа пайдалы және арзан. Салат жасау үшін қымбат заттарды іздеп әуре болудың қажеті жоқ. Үйдегі бар заттармен дәмді салат жасауға болады. Бізге қажетті заттар: қызылша, піскен 2 жұмыртқа, тұздалған қияр, 1 пияз, 1 чеснок, майонез, тұз қажет. Бірінші пиязды жақсылап майдағып турап алып, чеснок екеуін азғантай 1 қасық май құйып, жай отта сарғайтып қуырып аламыз. Қызылшаны, жұмыртқаны, қиярды 4 бүрістетіп кубик қылып турап аламыз. Бір шымшым тұз саламыз. Майонезде тұз бар, қиярдың өзінің тұзы бар. Пиязды қуырып алып, суытып салдық. 2 ас қасық майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын. Салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.